Жоқ, Құдай аспан домалақ ғаламнан емес, бүтпешілік заңынан емес, 95% шындық. Құдай аспан домалақ ғаламнан емес, 100% шындық. Ең биік, 100% ең биік күш шындық домалақ ғалам Құдайдан емес, мәңгі жаратушыдан емес. Мәңгі 5000 жыл болды жаратқан жалғыз домалақ ғалам Құдай. Аспан ең биік күш, жарық аспан. Түгмесілік бітпешілікте жалғыз домалақ ғалам бітпешілік заңын жіберген, осы әділетшілік ауасын жіберген. 99% шындық, таза, мөлдір, заңдық, әділетшілік ауасы. Енді ең маңызды нәрселер мына сәттілік, бақыт, бәрі. Енді өмірдің заңы, бүкіл өмірдің заңы осында. Бүкіл өмірдің заңы, бітпеушілік заңы осында бәрі бар. Құдайда немене бар, осы ауада бар. Мен жай өмірдің, енді өз өмірімен айтам да, енді өз сенімділігімен, өз көзқарасымен. Әділетшілік ауасы бар деп. Әділетшілік ол бәрі, енді бәр жағынан қарайсың да, өзіне қарайсың, Құдайға, өзіне бірінші қарайсың ғой, енді сен бөлек 100% жансың ғой. Өзіне қарайсың, Құдайға қарайсың. Соң кейін өз жарына қарайсың. Өзіне қарайсың, Құдайға қарайсың, ана жарына қарайсың. Неге өзіне бірінші қарайсың, неге екінші рет Құдайға қарайсың, соң кейін ана жарына қарайсың? Өйткені сен Құдайдан сабақ аласың. Құдайдан сабақ, өмір сабағын аласың Құдайдан. Сені Құдайға сенімділікпен, Құдайға 95%-ға енді сенесің, сенбесең де өмірге сенесің. Құдай 95%-ға өмірге сенесің. Өмірдің осы байланысына, бітпеушілікке 100% сенесің, заңына. А осы өмірге, енді осы ғаламға, осы әлемге, бүкіл өмірге 95% сенесің. Қалай болса да солай. 95%-ға, бүкіл 95% осы. Енді осы өмірдің заңы бойынша қандай 9 миллиард басынан жаратты ма, осы жерден осы уақытқа дейін ба 9 миллиард жан, 4,5 миллиард жан. Ол 4,5 миллиард жан қыз, ит болса да, бит болса да, тарақан болса да, кім болса да 95% өмір заңына сенесің. Әрбір жан сенеді осы байланысқа, системаға. Құдайдың ана дүниеге бәріне, ана дүние домалақ өсе береді, жан ауса береді. Ауа шынысы бар. Бейбіт хан 100% кінәні өзінен тап. Бәр жағынан, аумин.